Ассаламу құрметті менің супер көрермендерім, қайырлы кеш бәріңізге. Бүгін бізде кезекті эфир. Айжан, зере қараңыздар. Бүгін бізде кезекті супер эфир. Сіз білмейтін түйсіктің құпиясы 3-0 деп атылады. Құдай қаласа эфир барысында мен сіздерге тағы да мынау түйсіктің бір керемет бір құдіретін ашып көрсетемін. Әр сабақта мен бір ғана кереметін құдіретін ашып көрсетуге тырысып бағып жатырмын. 12 жылдық тәжірибесі бар маманның сіздерге бүгінгі беретін сабағы берекелі болсын. I'm sorry. Менің аты-жөнім Алмас Ақын. Ұлағатты ұстаз, рухани ұстаз, экономист, қаржыгер, 4.000-нан астам 11 мемлекеттен қатысып жатқан шәкірттерді тәрбиелеп жатқан, рухани білім беріп жатқан рухани жаңару орталығының президенті боламын. Жаңадан келіп жатқан кісілер болса, welcome. 1-1-2-3-4-5 дауыс қалай шығып жатыр? 1 мен 10-ның арасында бағалап қойыңыздар. Жақсы шығып жатса 10. Бүгін бізде өте жақсы құнды және де практикалық эфир болады. Осы сабақ барысында мен сіздерге түйсік арқылы қалай сынақтарды анықтауға болады, түйсік арқылы сынақтың артындағы сабақты қалай анықтауға болады, және сабақтың артындағы сүйіншіні қалай анықтауға болады. Сонымен бірге Алланың адамға беретін қандай сынақтары бар? 7 сынақ бар екен. Шариғат бойынша адамға берілетін 7 түрлі сынақ бар. Сол 7 түрлі сынақты мен сіздерге бүгін ашып айтамын. Келістік па? Ай, бәрекелді, жарайсыздар. Олай болса, бүгінгі эфирімізді ашық деп жариялаймын. Онда презентацияны қосамын, бірден негізгі тақырыпқа өтейік. Жалпы Алланың 7 түрлі сынағы бар. Бірінші сіздерге сұрақ. Сынақты Алла Тағала не үшін береді? Сіздің ойыңша адамдарға сынақты Алла не үшін жібереді? Әзірге ойыңыз жаза беріңіз. Мен сіздерге жаймен түсіндіріп өтейін. Ол нәрсені Алла Тағала Құранда жиі айтады. Араларыңызда Құран оқып жүрген кісілер болса, оны жиі кездестіресіздер. Адамды әр түрлі сынақтарға бөлейміз дейді. Алып та, беріп те, дүниемен де, денсаулықпен де, тағы басқа. Бірақ оның артында онда жауабы бар да, не үшін беретін? Араларыңызда қайсыларың ізгілік жолында тұрасыңдар мысалы, қайсыларың жақсылықпен жарысасыңдар, қайсыларың, яғни Алланың жолына түсесіңдер, түспейсіңдер, солай білу үшін, анықтау үшін солай сынақ жібереді екен. Сонымен бірге сынақтың тағы бір функциясы бар, бұл адамды түзеу, дұрыс жолға түзеу, жаман жолдан қайтару. Мысалы өзіңіздің өміріңізге қарап көріңіз. Өткен шағыңызға, басыңызға бір сынақ түсті. Өткен шақтарда сол кезде қатты қиналдыңыз, қатты қорқтыңыз, қобалжыдыңыз. Құдай-ау, осыдан бір шығатын жол бар ма деп іздедіңіз, сұрадыңыз, амал жасадыңыз. Қазір сол сынаққа сіз күліп қарайсыз да, бір жағынан күліп қарайсыз, бір жағынан ойлайсыз да, егер сол кезде сол нәрсе болмағанда, сіз дәл қазіргі жағдайға жетпейтін едіңіз. Әрине, егер сол сабақтан сабақ алған болсаңыз, сынақтан сабақ алған болсаңыз. Мысалы, менің есіме түсіп отқан сынақ бұл ауру. Гайморит ауруы. Егер мен гайморит аурумен ауырмағанда, маған түйсік әлем ашылмайтын еді. Ол бір. Екіншіден, мен
намазды бастамайтын едім. Яғни гайморит ауруы, сынақ, бұл маған екі нәрсені беріп отыр. Психологияны зерттеу, оның ішіндегі подсознание, интуицияны зерттеу, және исламды зерттеу. Намаз оқу. Мен намаз оқуға дейін исламды зерттедім алдымен. Жақсылап зерттедім. Жалпы адамдар не үшін намаз оқиды деген секілді. Содан кейін барып, осылай болды менде. Яғни көріңіз, сынақ маған пайда келді негізінде. 2016 жылы мені сабақ берген университетте, жоғары оқу орнында декан және проректор маған сөгіс жасап, келесі жылы сен бұл университетте жұмыс жасамайсың деп шарт салған болатын. О кезде қатты қорқтым. Енді не істеймін? Неше жылдан бері айлықпен күн көріп келген адам бірден далаға лақтырып жіберген сезім. Екі бала шағаң бар, жалдап тұратын пәтерім бар, оның ақшасы бар, балалардың тамағы бар, өзінің тамағым бар дегендей. Бірақ мыңда бір шүкір, сол кезде 2016 жылы мені шығарғаны. Одан кейін 2016 жылы менің анам қайтыс болды. Ол да маған удар болды. Сол кезде осы екі нәрсе маған бір басқа көзқарасты, өмірге басқа қырынан қарауды үйретті да. Өз-өзің, яғни ешкімге арқа сүйеме. Аллаға тәуекел ет та, жүр, әрекет жаса, істе. Болды. Міне қазір содан бері 4 жыл өтті, 5 жыл кетіп жатыр. Құдайға шүкір, рахмет сол сынақ үшін қайта. Егер сол сынақ болмағанда, мен мүмкін әлі күнге дейін жүретін бедім. Сол университетте жұмыс жасап. Көрдіңіз бе? Сынақты сол үшін береді екен бізге. Ақылды болсын, дана болсын, мықты болсын, рухани дамысын, интеллектуалды дамысын деп. Вот. Енді жалпы алғанда, мына жерде мен 7 түрлі сынақтың сіздерге көрсетемін. Жазып алсаңыздар болады, және де суретке түсіріп алсаңыздар болады. Бұл өте маңызды. Суретке түсіріп, бүгін сториске сап қойыңыздаршы, өтініш. Лайк басыңыздар, мен міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыз, YouTubeға саламын. Және де Instagram аккаунтыма тіркеліп қойыңыз. Instagramда бұл 24 сағатқа сақталады. Алмас Ақын деп терсеңіз, YouTube'дан да Instagram'дан да мен шыға келемін. Подписаться, уведомление включить и все. Міндетті түрде соңғы постқа комментарий жазып қойыңыздар. Осы біткеннен кейін де астына комментарий жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабақ жайлы ойыңызды. Ол мен үшін өте жақсы және маңызды. Аллам 7 түрлі сынаға. Бірінші, ұсақ түйектермен сынайды. Ол не зат, ол не нәрсе, ұсақ түйек деген нәрсе. Ұсақ түйек нәрсе болмайтын нәрселер үшін. Мысалы, мен осыдан 2019 жылы Camry 70-ті сатылған кезде бір айдың көлемінде қойдым, бір айдың көлемінде жап-жаңа көлік қой, енді қараңызшы. Магнумның алдында тұрған, біз Магнумға барғамыз, Алматыда білесіздер, үлкен азық-түлік сауда орталығы, соның парковкасында тұрған. Шықсақ, бір адам артқы бамперін шығып атқан кезде сырып кеткен да, ақ машина, ақ краска қалып кеткен. Солай сынады. Ұсақ түйек, жаңа машина. Одан кейін біреу есігін сырып кеткен. Міне, ұсақ түйек сол нәрсе сынайды. Әйтеуір бір болмайтын жерден. Мысалы, бүгін ғана естім, парковщикпен бір жүргізуші кәдімгідей 100 теңге ғой енді. Анау 100 теңгем жоқ, 20 мың теңгем бар деген майдам жоқ. Мен солай естуім бойынша. Анау енді сол нәрсе үшін кәдімгідей дауласып, төбелесіп. Ол да бір қалай болсаң, ұсақ түйек нәрсе үшін мені сынап жатыр. Не істейді екен дейді да қазір. Қазір не істейді екен, мына адам не істейді екен, мына адам не істейді екен дейді да. Вот. Осындай бір ұсақ түйектер, үйдегі бір балаңызбен, әйеліңізбен, білмеймін енді, сондай ұсақ түйектермен сынайды екен. Ол бірінші сынақ, бірінші түрі. Келесі екінші қорқынышпен сынайды. Қазір мысалы СМИде, радио, телевизор,
интернет, көптеген ақпараттардың көп бөлігі адамның қорқынышына негізделген да. Ойбай, вакцинация жасап өліп жатыр. Ойбай, ана маскадан құрт шығып жатыр. Ойбай, мынау халықты өлтіру үшін істеген бұл нәрсе. Ойбай, коронавирус бітті, өлетін болдық, тындық деген секілді. Міне, шын мәнінде ол да бір сынақ екен ғой. Не істейді екен қазір бұл? Мына адам бір вирустан қорқады ма, әлде менен қорқады ма дегендей ғой енді. Кімге сенеді бұл? Вирусқа сенеді ма, маған сенеді ма деген. Немесе та қандай? Ақшамды жоғалтып алам ба деген қорқыныш. Мал мүліктен айырылып қалам ба деген қорқыныш. Ұрлап кетеді ма деген қорқыныш. Өліп қалады ма, өліп қалам ба деген қорқыныш. Бұл қорқыныштар да сынақтың түрі екен. Келесі, үшінші, аштықпен сынау. Білесіздер, бізде 30 жылдары аштық болған. Әлі күнге дейін қаншама елдерде әлде де аштық бар. Әлде де аштан өліп жатқан елді мекендер, мемлекеттер бар екен. Ол да бір өзінше бір Алланың бір сынағы. Келесі, төртінші, материалдық қаражаттың жетіспеушілігімен сынайды. Мысалы, кімде қазір қаражат жетіспейді? Табасыз, бірақ жақсы табасыз, бірақ жетіспейді. Берекесі жоқ. Ол да сынақтың түрі. Қаражаттың жетіспеу, яғни берекені алып қояды, берекесін алып тастайды. Бесінші, түрлі кедергілермен. Мысалы, сіз мақсат қойдыңыз, алға қарай жүріп жатсыз, алдыңызда бабақ кедергі. Салық төле, мысалы да, немесе неге мынандай құжатың жоқ, немесе тағы басқа. Сіз бір жоба қорғайын деп жатсыз, батыс тағы да бір кедергі болып қалды, свет өшіп қалды мысалы, Wi-Fi өшіп қалды, немесе тағы басқа. Осындай кедергілер арқылы сынайды екен. Алтыншы, денсаулықпен сынайды. Ауру жібереді әртүрлі. Және жақын адамды алу арқылы. Сізге ең жақын адам сіз күтпеген жерден қайтыс болып кетуі мүмкін. Ол да өзінше бір сынақ. Жетінші, еңбектің нәтижесімен сынайды. Еңбектің нәтижесі деген сөз, мысалы сіз 100% беріліп жұмыс жасайсыз, миллион теңгеге жұмыс жасайсыз, бірақ сіздің бастығыңыз біздің компаниямыз банкротқа ұшырады, сондықтан пока саған миллион бермейміз, бірақ 100 мың бере аламыз. Сіз миллион күтесіз, оны жоспарлап қойдыңыз, мынаға жұмсаймын, анаға жұмсаймын, ананы берем, бүйтеймін. Бірақ сізге бабақ барсаңыз 100 мың теңге ғана береді. Бұл да Алланың сынағы екен. Яғни сіз күткен нәтижені бермейді. Түсіндіңіз ба? Сіз күткен нәтижені бермейді екен. Міне жалпы алғанда осындай 7 түрлі сынақ бар. Түсінікті болса, түсінікті деп жазып қойсаңыздар дәл қазір. Міндетті түрде түсінікті деп жазғанша пауза қойып, немесе мына жерде подлиция деген белгі бар, соны басып 5 адамға ма, 10 адамға ма, 20 адамға ма, қанша шамаңыз келеді, WhatsApp-қа немесе қазір дайректке жіберіп қойсаңыздар болады. Кеш жарық. Дейді. Түсінікті. Бәрекелді, өте қуаныштымын. Енді келесі бөлімге жылжиық. Бұл сынақты түсіндік. Сынақтың не үшін беретінін де түсіндік. Яғни сіздің жаратушыңыз, менің жаратушым не үшін беріп жатыр? Мына зат арқылы дамысын, мықты болсын, ақылды болсын, дана болсын. Одан сайын ішкі потенциалы ашылсын. Физиканың заңдылығы бар. Неғұрлым қысым күшейген сайын, мысалы бір заттың ішінде қысым күшейген сайын, ішіндегі молекула тез жылжиды екен. Сол кезде адамды да сынақ арқылы қыспаққа қысқан кезде, анау ішіндегі ұйықтап жатқан потенциалдар ашылады екен ғой, ми істеп келеді екен ғой. Көп адамдар, мысалы кәсіпкерлер, ең алғашқы бастап атқан кезде қарызға кірген кәсіпкерлер жетеді негізінде. Қарызбен бастаған кәсіпкерлер бар да, қарызға кіреді да, ол өзінше бір қысым,
сол кезде оның қандай да бір жаңа нейрондық жолдар құрастырылып, ішкі түйсігі қосылып, потенциалы ашылып, жаймен жаңа қаржылық ямадан шығады екен ғой, сөйтіп дамиды екен ғой. Бұл мыңнан бір мысал ғой енді. Жақсы. Ары қарай жүрейік. Келесі слайд. Енді келесі слайдты қоссақ, қандай бір дүние бар. Сынақтың артында естеріңізде болсын сабақ бар. Яғни біз келесі деңгейге көтерілуіміз керек. Сіз соң кездері, мысалы, сынақтың алдында, сынақ келетін алдында, сіз бір ай, минимум бір ай, максимум 6 ай немесе 1 жыл бойы сіз ойланып жүрдіңіз. Өсу керек. Тұрсынбек айтпақшы, бір нәрсе істеу керек. Мынау күнделікті, мынау өмірде мен жалықтым. Даму керек маған. Қосымша бір нәрсе істеу керек деп айтып жүрдіңіз, бірақ амал жасаған жоқсыз да. Ойлап жүрдіңіз, амал жасаған жоқсыз. Сіздің ойлағаныңыздың өзі, мына әлемге бұйрық беріп кетеді. Сонда ойлайды, алмас өзгерісі келіп жатыр. Бірақ ешнәрсе жасап жатқан жоқ. Бір қызығы, сіз ойлаған кезде, мына өмір сізге мүмкіндіктерді аша бастайды. Керек адамдарды көрсетеді, мастер-класс, тренингке апарады, бірақ амал жасамайсыз. Бірақ сіз қайта айғайлайсыз, мен өзгеремін, мен бай боламын, мен миллионер боламын, мен мықты боламын деп айтып атсыз да, іштей кетіп атыр ол. Мына әлемге кетіп атыр, сигнал кетіп атыр. Бірақ амал жасап атқан жоқсыз да. Сол кезде не істейді? Мынаған көмектесу керек, мына өз бетінше жұмыс жасамайды екен. Ендеше осы адамға лайықты, көтере алатындай, басын қоса алатындай, амалға жетелейтіндей бір сынақ дайындайық дейді да. Сөйтіп бүкіл әлем жиналып, сіздің психотипіңізге сәйкес, жасыңызға сәйкес, потенциалыңызға сәйкес, сынақ жібереді. Жаңағы 7 түрлі сынақтың біреуін жібереді, кейде 2-ін жібереді, кейде 3-ін жібереді. Бірақ басында кішкентай сынақ жібереді, кішкентай бір болмағыр сынақ жібереді. Бірақ сіз оған түсінбейсіз. Онымен күресесіз керісінше. Чо за сынақ, сен кімсің, анау, парс-пұрс дегендей. Жаңағы 100 теңге үшін 2 адам күрескен секілді күресе бастайды. Одан кейін одан күштірек сынақ жібереді, одан да күштірек сынақ жібереді, одан да күшті сынақ жібереді. Бірақ адам түсінбейді. Қайта басын бір нәрсеге ұра береді. Неге түсінбейді? Неге адамдар басына түскен сынақтың сынақ екенін түсінбейді? Оны бір бәле, жала, көз тиді, сөз тиді, Құдай мені қарғады деп айтпай, неге біз оны Бұл Алланың сынағы. Значит, Алланың назары маған түсті. Олай болса, маған көмектеспекші екен. Осы сынақ арқылы маған көмектесіп жатыр. Өйткені оған дейін мен тыңдаған жоқпын. Оған дейін мен өзімді тыңдаған жоқпын. Оған дейін мен жүрегімді тыңдаған жоқпын. Оған дейін мен түйсігімді ашып тыңдаған жоқпын. Сәйкесінше маған енді бетіме ұрып жатыр. Осылай мені ұрмаса, мен түсінбеймін. Окей, рахмет. Содан кейін сынақтың артында тұрған сабақты анықтау керек. Кез келген сынақтың артында міндетті түрде бір сабақ тұрады. Сабақ есіңізде болсын, ол позитивті нотада болады. Егер сіз сол сабақты анықтай алсаңыз, онда міндетті түрде сүйіншісін береді. Сол сабақты алған кезде сіз сынаққа рахмет айтасыз. Сол кезде Алланың сүйіншісін аласыз. Бұл практикада дәлелденген нәрсе. Біздің көптеген шәкірттер
курсты бітірген, курс барысында қаншама сынақтардан өту арқылы сүйіншісін алып жатыр. Өте көптеген сүйіншісін алып жатыр. Сүйінші ол осы дүниеде берілуі мүмкін, немесе ана дүниеде берілуі мүмкін. Сүйіншінің түрлері көп. Материалдық тұрғыда берілуі мүмкін, ақша тұрғыда, абырой тұрғыда, қызмет тұрғысында берілуі мүмкін, қарым-қатынас, жақсы қарым-қатынас тұрғысында берілуі мүмкін. Білмеймін, бірақ сүйінші міндетті түрде болады. Мысалы, 2016 жылғы сынақтың артындағы сүйінші ол осы рухани жаңару орталығын құру. Мысалы да, команда жинау дегендей. Түсінікті болып жатыр ма? Осы жерге дейін түсіндіре алдым ба? Ойым түсінікті болды ма? Қанша процентке түсінікті болды? Сынақтың артында сабақ болады, ал сабақтың артында не болады? Сүйінші болады. Жазып қойсаңыздар. От дейді. Енді сіздерге сұрақ, қалайсыздар ма? Осы сынақтың артында тұрған сабақты қалай анықтау керек? Соның техникасын үйренгенін қалайсыздар ма? Кім қалайды сол техниканы үйренуді, сол техниканы білуді? Араларыңызда марафоншылар бар ғой, я? Сіздерге осы нәрсені үйреттім ғой. Қалай сынақтың артындағы сабақты анықтау керек? Естеріңізде болсын, сабақты анықтау үшін міндетті түрде түйсігіңіз ашық болу керек. Яғни түйсігіңізбен байланыс жақсы болу керек. Өйткені біз Алланың беріп атқан, сынақ арқылы беріп атқан сабағын түйсік арқылы ғана біле аламыз. Өйткені түйсігіміз рухпен байланыста тұрады, ал рухымыз Алламен байланыста. Біздің түйсігіміз рухпен байланыста, рухымыз Алламен байланыста. Сондықтан да біз рух арқылы тікелей біле аламыз Алланың насынаға не айтып жатыр, қандай сау үйретіп жатыр. Жақсы. Олай болса, мейірім махаббатпен қабыл алыңыздар. Мінекей, қалай сынақты сабаққа айналдырамыз? Қалай сынақты сабаққа айналдырамыз? Міне механизм осындай. Ол үшін сабақтың артында тұрған себепті анықтау керек. Сынақтың артында тұрған себепті анықтау керек. Кез келген сынақтың артында бір себеп жатыр. Мысалы, қандай себеп болуы мүмкін? Жаңа тур ниетім. Сіз бір жыл бойы, немесе жарты жыл бойы айтып жүрдіңіз, мен өзгергім келеді, немесе бизнес ашқым келеді, осы ашу керек еді, ел жұрттың бәрі ашып жатыр, мен болсам әлі жүрмін деген секілді, сондай бір себепті тудыруға тырыстыңыз. Бірақ амал жасаған жоқсыз да. Содан кейін не болды? Сынақ келді. Яғни не себеп болды сіздің сол сынақтың пайда болуына? Немесе ауруды алсақ, я? Адамның бас ауырса, ол дегеніміз ішкі жан дүниесі мен сыртқы әлемнің бір-біріне қарама-қайшы келуі. Яғни бір нәрсені қабылдай алмауы, өз-өзін белгілі бір ситуацияда өтірік ұстауы, сайқымазақ болуы өз-өзіне. Сол кезде бас ауыра бастайды. Яғни оның себебі өз-өзімен әділ болмау. Өзімен де, сыртқы ортамен де бірдей қарым-қатынаста болмау. Жүрек ауыратындар. Жүрек ауыратын себептері ол қуана алмау. Өйткені жүрек қуаныштың орталығы. Ешнәрсеге қуанбайды. Қуаныш деген ұзақ уақыттан бері жоқ. Асқазан ауыратындар мысалы. Бір нәрсені қорытамай жүр. Тамақ ауыратындар эмоциясын шығара алмайды. Солай өз себеп тудырады. Содан кейін сынақ ретінде ауруды жібереді. Не үшін? Айналайын құлым, эмоцияңды ұстама өзіңде. Жаман эмоцияны, жаман ойларды өзіңде ұстама. Жібер, босат деген белгі да, түсініңіз ба? Қандай себеп осы сынақты тудырды? Мүмкін өткен шақта бір оқиға, бір ситуация, немесе бір адамға жек көруші, ренжу, ашу, өкініш сезімі шығар.
немесе кінәлі сезімі шығар, немесе біреуді кінәлау сезімі шығар. Әйтеуір бір себеп бар. Түсіндіңіз ба? Ол себеп не сізге, не қоршаған ортаға зиян тигізіп жатыр деген сөз. Түсіндіңіз ба? Сынақтың артындағы себеп не өзіңізге, не қоршаған ортаға зиян келтіріп жатыр деген сөз. Енді дәл қазір осы жерде біз талдап көрейік. Кімде дәл қазір қандай, 7 түрлі сынақтың қайсысы болып жатыр? Жазсаңыздар, 7 түрлі сынақтың қайсысы қазір сізде болып жатыр? Осы механизмге салып көрейік. Осы механизмге салып көрейік. Басыңызда қазір қандай сынақ болып жатыр? Жазыңыздар. Менде бар дейді. Айтсаңызшы, не бар? Қарыздану, яғни ақшаның жетіспеушілігі, да? Кредит дейді. Кім маған қазір тікелей эфирге шығалады? Араларыңызда бар ма тікелей эфирге маған шығалады? Осы жерде бір талдап көрейік. Маған жіберіп қойыңыздар, немесе плюс басыңыз қазір тікелей эфирге шығуға. Сіздің басыңызға түскен сынағыңызды талдап көрейік. Проблемаңыз жазыңыз, плюс деп жазыңыз. Ақша, жұмыстан шығып қалдық, реніш, қан қысымы көтерілуі дейді. Ұсақ түйекпен қорқу, плюс. Мені бірінші плюс басқан кісі қосып көрейін. Сізде интернет жақсы болсын. Абылайхан 77. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Алеке, қалайсыз? Уалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Шүкір, аман есен. Дауыс жақсы естіліп жатыр ма? Үзіліп естіліп жатыр. Менікі ма? Жақсы. Енді олай болса, бастайық. Сізде не сынақ? Қандай сынақ түсті? Денсаулығыммен бір күрделі проблема жоқ негізі. Енді сәл басым ауырады, кейде басым ұйып тұрады, сонда қан қою деген сияқты бір нелер бар. Жұмыс қой негізі. Не жұмыс? Менің дүкенім бар, өзім. Азық түлік дүкені да. Мен даусым жақсы естіліп жатыр ма? Мен сізді мүлдем естімей қалдым. Естіліп жатыр. Маған естіліп жатыр сіздің даусыңыз. Менің енді өзім дүкенім бар. Азық түлік дүкені, енді кішігірім дүкен енді. Үлкен емес. Істеп жатқаныма 10 жылдай болды негізі. Жүргізіп жатқаныма сатушы қойып қойғанбыз. Соны қазір енді осы күнде ойлаймын да, енді негізі енді немқұрайлықпен былай мән бермей, қалай десем екен. Енді автопилотта өмір сүріп жүрміз ғой негізі. Особо ойланбай еш нәрсе. Сонымен сізде қандай? Мендегі проблема, мен енді мынандай нәрсені мен енді ойлап отырмын, ана бір активный бір жұмыс істегім келіп жүрді, бір өзімнің нәпсімді жеңе алмаймын ба, жаңа ше. Енді осы күндері қатты ойлап жүрмін, осы 10 жылдан бері магазинді дұрыстап істесем, 10 шақты магазин ашып қоюға болады екен. Қазір мысалы енді ойланып қарасам ше. Сонда енді магазинді қалай дамыту керек, бір кішігірім біраз мәліметтер іздестіріп, тыңдап, бір курста қатысып көрдім, ана Сәкен Ділімбектің курсында қарап шықтым. Сонымен бір сол системаменен бір жұмыс, бір жаңаша істейін деп ниеттеніп отырмын. Бір ішкі энергия жетпей ма, ана бері бір жұмысқа кіріп кеттім келіп тұрады. Бір нәрсе бір кер тартып тұра ма, бір анау бір көңілімдегідей бір жұмысқа кірісіп, бір жұмыс істей алмаймын ба, бір жалқаулық ұстап тұра ма ше. Ниет бар, әрекет жоқ.
ниет бар, әрекет жоқ да? Мен Солай ма? менде негізі сет нашар болып тұрады, енді даусыңыз естімей қалып жатырмын. Да? Былай ғой, Абылай мырза. Абылай, иә, есіміңіз? Алмас мырза. Абылай ма? Есіміңіз? Атыңыз? Оу! Мен мүлдем ешнәрсе естімей қалдым негізі. Менде сол сет нашарлау еді. Мен қазір ауылда едім. Сол 4G ұстайды, бірақ слаб еді. Содан ба сіздің даусыңыз маған естілмей қалды ше. Мүмкін. Мен сіз айтқаннан ешнәрсе естімей қалдым. Да? Ё-мае, онда өшірейін сізді. Негізі сізбен осы бір талқылап не қылғым келіп еді. Мына адамдардың уақытын болмай шыға саламын ғой деймін. Мен вообще сіздің даусыңызды естімей жатырмын қазір. Иә, бопты. Олай болса. Негізі прямой эфир көрсем, сіздің даусыңыз естіліп жатыр да маған, былай эфирді көрсем. Қазір сізге эфирге шыққаннан кейін мен естімей қалдым сіз ше. Мен жалпы немді соған қатысты бір жауап айтасыз ба? Мен эфирден шыға салайын, босқа адамдардың уақытын алып жатқан сияқты ыңғайсыз сезініп тұрмын өзімді. Жақсы. Рахмет. Жақсы. Окей, Абылай мырза, қателеспесем, ол кісіде ниет бар, бірақ әрекет болмай жатыр дейді бірнеше уақыттан бері. Енді точно бұл кісіге сынақ келуі мүмкін. Неге? Өйткені ниет бар, бірақ әрекет болмай жатыр. Сізге жай ғана не істеу керек? Әрекетке кірісу керек болды. Әрекетке кірісу керек. Сондай адамдар болады. Бір себеп іздеп жүреді постоянно. Мен мынаны жасауым үшін бір себеп керек деп, яғни бір шартты бір нәрсені іздеп жүреді да. Бір шарт болу керек әйтеуір. Мен бұл жайды былай айтады дедім. Сіз сол нәрсені қалайсыз ба? Мысалда, жаңа ниетіңіз жүзеге асқан қалайсыз ба? Қаласаңыз, не үшін қалайсыз? Осы екі сұраққа жауап беріңіз әдемілеп тұрып. Я қалаймын. Не үшін қалаймын? Білмеймін. Білмегеннен кейін ол жүзеге аспайды. Сондықтан не үшін қалаймын деген сұрақтың жауабын білуіңіз керек. Пока сізде мен ойша сынақ жоқ сияқты, ешқандай сынақ келмеген сияқты. Ешқандай кедергі де көрген жоқпын. Сондықтан пока осы екі сұраққа жауап беріңіз. Кеттік. Абдраманова, 24-10 бар, сізбен қосылып көрейік. Мені осынша әрекетке қалай кірісеміз, бұрын тастап көзіміз керек. Бәрін тастап көз жұму керек. Әрекетке қалай кірісеміз, бәрін тастап көз жұму керек па? Жоқ. Бәрін тастап көз жұму керек емес. Жаймен әсте бастау керек. Алдымен қандай нәтиже қалайсыз, соны белгілеу керек. Сол нәтижеге не жеткізеді, қандай амал жеткізеді, соны анықтау керек та. Күнде сол амалды әсте жасау керек болды. Алтынай ханым, сіз де себебін іздеп жүрген сияқтысыз. Ол себебін сіз білмесеңіз, құндылығын білмесеңіз, өкінішке орай, сіз үшін ол маңызды емес та әзірге маңызды емес. Содан кейін түйсеңіз жауып тастайды ол мәселені. Ал қосайық сізді. Алтынай ханым. Негізі кешке қарай кішкене интернет амансыз ба, Алтынай ханым? Саламатсыз ба? Қалайсыз? Дауыс жақсы шығып жатыр ма? Жақсы шығып тұр. Рахмет сізді мені қосқаныңызға. Ас болсын деп па? Ал сізде не сынақ, не мәселе, не кедергі? Менде айтарлықтай сынақ жоқ, бірақ менде ақша мәселесі. Қандай ақшаға байланысты? Осыдан бір жыл бұрын, 2 жыл бұрын бір ақшаны бір жерге салғанмын, бірақ соны аламай жатырмын. Не ол ақшам қайтпайды, өзім бір ғана зарплатаға қарап жүрмін қазір, бірақ қарызға кіріп кетіп жатырмын. Ақшаның жетіспеушілігі ғой енді. Жеті сынақтың ішіндегі біреуі, бұл қаражаттың, ақшаның жетіспеушілігі, материалдық жағдайдың жетіспеушілігі. Осы нәрсе бір жылдан бері болатыр ма?
бір жыл болып қалды ма, 1,5 жыл болып қалды ма? Жоқ, 2 жыл көлемінде, бірақ осы жылы көп қарызға кіріп кеттім. Например, мен өзім 200 мың айлық алатын болсам, менде бір 700-800 мыңдай қарыз бар. Сондай. Минусқа жұмыс жасап жатсыз да? Да. Жақсы. Енді қараңыз, бұл қазір проблема, өзінше бір сынақ. Бұл сынақ арқылы сізге бір нәрсені үйретіп жатыр да Алла тағала. Солай қабылдай аласыз ба? Бірінші сынақ ретінде мойындайсыз ба? Мойындаймын. Және ол сынақ сізге бір сабақ үйретіп жатқанын мойындайсыз ба? Сол, бірақ сабағын біле алмадым. Қандай сабақ үйреткісі келетін маған? Бірінші мойындау керек оны. То есть сынақтың артында бір сабақ бар екенін мойындайсыз ба? Мойындаймын. Сынақтың артында бір сабақ бар. Бір нәрсе мен дұрыс жасамай жатырмын да. Мүмкін дұрыс жасамай жатсыз, немесе керісінше мынау дұрыс жолға өзіңіз түсе алмай жатсыз. Менде наоборот былай болып жатыр ғой, Алмас мырза, мен наоборот осындай көп курстарды оқып қатысқан сайын менде сынақ көбейіп жатыр. Енді қараңыз, өте маңызды нәрсе. Әдетте қарызға кімдер батады? Менің практикамда. Сізде соның ішінде қайсысы бар? Қазір салыстырып көріңіз өзіңізбен. Бірінші, ол артық қамқорлығы бар адамдар, басқа адамдардың жауапкершіліктерін өз мойнына артып алатындар, өзін іштей кінәлі сезінетіндер, және мынау білім алады, бірақ өз үшін емес біреу үшін алады, сөйтіп амалға келген кезде өз үшін емес біреу үшін жасайды. Осы төртеуінің ішіндегі, бесеуінің ішіндегі қайсысы бар сізде? Айта алмаймын. Мен біреуге қамқорлықта аса қамқорлық олай жасамаймын. Аса қамқорлық жоқ сізде, да? Жоқ, менде. Түсірмейсіз. Жоқ, ондай. Екінші, ол артық жауапкершілік. Мүмкін артық жауапкершілік. Кімнің жауапкершілігін артып алдыңыз? Бауырларымның. Үйде нешінші баласы? Жоқ, мен көп ақша тауып, оларға көмектессем, анаған үй әперсем, мынаған етсем, бүйтсем деген сондай ойлар пока прям жоқ. Вот міне. Артыққа қорқыңыз. Таппаған ақшаңызды уже жұмсап таставатсыз да, ойыңыз арқылы. Иә. Жақсы. Ал 200 мың теңгенің қанша процентін өзіңізге жұмсайсыз? 100%. 100% өзіме құямын. Өзіме жетпей қалып жатыр ғой сол енді. Мен өзіме жетпей жатыр ғой. Қалай жетеді егер сізде 700 мың теңге болса? Оған дейін, қарызға дейін қанша процент өзіңізге жұмсадыңыз? Жоқ, мен үнемі өзіме жаратамын. Өйткені мен отбасылы емеспін. Менде иногда бауырларыма көмектесем ғой, а так негізі көбісі мен өзіме кетеді. Кредит бар, бірақ кішкентай ғана, ол көп емес. Просто менің жаратқан шығысым, менің табысымнан өте көп шығыс жаратамын да, сол. Не аласыз, мысалы? Айтып беріңіз. Мен, например, осы өзімді дамытуға өзіңе салған инвестиция құрымайды дегеннен кейін 300 мың, 400 мың болсын, 200 мың болсын, сондай курстарға аламда, қарызға аламда салып жіберемін. И содан ары қарай. Курста айтқан нәрсені берілген техникалар, сабақтарды қанша процентке орындайсыз? Алғашқы кезде мен шынымды айтайын, прям 100% орындаған жоқпын. Ал қазір енді мен айтқан нәрсені жасай беру керек екенін ұқтым да, қазір енді солай келе жатырмын. Көп емес, бір 3-4 айдың көлемінде. Егер сіз қарызға батпағанда олай істемейтін едіңіз. Қарызға батқаннан кейін, арттан біреу қысқаннан кейін, сіз еш ойланбастан, айтқан нәрсені істеуге енді кірісіп жатсыз. Міне, қандай сабақ үйретіп жатыр сізге сынақ? Мойындау да? Дұрыс, Мен ойымша, сізде кішкене тәкаппарлық болады. Ой, мына нәрсе не ол, біз білеміз ғой деген секілді. И сөйтіп, салыстырып, анамен салыстырып, мынамен салыстырасыз да, сонымен негізгі құнды білімді аламай қаласыз. Сосын менде шея и спина өте қатты ауырды. Одан кейін позвоночник.
Ну вот, сол артық қамқорлық пен артық жауапкершіліктің белгісі ғой. Мышцалар. Иә, уже До сіздің такой степени денеңіз белгі беріп жатыр сізге. Сіз әлде де қазір сондай, мына жерден прям былай тырсып ұстап қалған кезде қатты. Иә, сіздің денеңіз белгі беріп жатыр. Егер сіз оны ары қарай жалғастыра беретін болсаңыз, ол ары қарай асқынуы мүмкін, қабынуы мүмкін. Сондықтан рахмет айтыңыз белгіге. Болды, бүгіннен бастап мен босатамын. Вот ағайын туысқандарымыздың жауапкершіліктерін, өмірлерін, тағдырларын өздеріне тапсырыңыз. Аллаға тапсырыңыз. Сіз құдай емессіз. Не үшін осы күнге дейін тұрмыс құрған жоқсыз? Ол өте қиын. Өте қиын ғой. Ел жұрттың проблемасын шешу оңай екен, Иә. Анау ініңіздің баласын қалай сүндеттесем екен деп ойлап жүрген адамдардың қатарынан сияқтысыз ғой. Жоқ, олай емес. Просто мен былай ойлаймын. Жақсы. Менде 100 миллион болса, мен мынаған мынанша беретін едім, мынаған мынанша істейтін едім, өзіме мынанша қалады, солай ойша бөліп тастаймын. Маған бір танысым айтады, мен ақша сұрайды ғой, саған бердім ғой, жоқ енді десем, егер мен де сен сияқты миллиондап табатын болсам, мен 1 миллион лақтырат бердім саған дейді. Сен тапсырсың бірінші, содан кейін лақтырасың деймін да. Вот именно сөйтіп сондай ой болғандықтан саған Құдай бермейді. Сол секілді сіз артық қамқорлық арқылы біреудің тағдырына, өміріне қол сұғасыз. Ол дұрыс емес. Оның үстіне сіз Алланың құзыреттілігін мойныңызға жүктеп аласыз. Артық қамқорлық жасаушы ол бір Алла. Ал адам артық қамқорлық жасаса, ол өзіне де, ана адамға да зиян тигізеді. Тағдырына, өміріне. Сондықтан да ол өмірдің несіне қарама-қайшы, заңына қарама-қайшы. Содан кейін сізді үйретіп жатыр. Қарыз арқылы сабақ үйретіп жатыр. Біреудің ырзығын ұрлап атсын деп. Сондықтан біреудің ырзығына қол сұқпаңыз, өзінің ырзығын өзі тапсын. Сіз өз ырзығыңызды өзіңізге жұмсаңыз. И все. Жеке өмірді қалай өзгертемін? Жеке өмірді қалай өзгертемін? Жеке өмір өзгеру үшін енді айтып жатыр ғой, өзіңе жұмса, өзіңе мән бер, өзіңді тыңда, өзіңе қамқорлық жаса, өзіңді жақсы көр, өзіңді бағала деген сабақ. Осы сабақты қабылдасаңыз, мойындап қабылдасаңыз, иншалла көп ұзамай сүйіншісі болады. Вот қабылдаған кезде реально жеңілдік болады. Давайте қазір қабылдап көрейік. Просто көзіңіз жұмыңыз, терең дем алыңыз. Тағы да бір рет терең дем алыңыз. Денеңізді бостаңыз. Енді қазір айтыңыз. Осы басыңызға берілген сынаққа рахмет айтыңыз. Осы мен басыма берілген сынаққа рахмет, алғысым шексіз. Оны іште айтасыз. Іште, шынайы түрде өзіңізге айтыңыз. Рахмет осы сынаққа. Осы сынақты берген Аллаға рахмет. Осы сынақ арқылы үйреткен сабаққа рахмет. Бұл сабақты мейірім, махаббатпен қабылдаймын. Терең дем аласыз. 1 секунд ұстаңыз. Дем шығару барысында қабылдаймын. Шынайы жүрекпен айтыңыз. Сабақ ол қамқорлықты өзіңе жаса. Ел жұртқа емес. Қабылдаған кезде бір ерекше сезім болады. Жүректе, ішкі жан дүниеңізде. Болды ма? Болмады ма? Мен негізі қабылдадым бүгіннен бастап. Кеше сіздің анау неңізді көрдім, сабақты, түйсікке шығу деген. Содан кейін менде бір Аллаға тапсыру деген сондай нелер мойындап жатырмын. Вот енді
басқа адамдардың өмірін, тағдырын Аллаға тапсырыңыз қазір. Просто көзіңіз жұмыңыз и айтыңыз: мен мойнымдағы адамдардың тағдырын, өмірін бір Аллаға тапсырамын. Терең дем аласыз и босатасыз. Мейір махаббатпен тапсырамын. Олардың жауапкершіліктерін өздеріне тапсырамын. Терең дем аласыз и дем шығару барысында тапсырамын. Тапсырдым немесе. Тапсырдыңыз ба? Жібердіңіз ба? Иә. Мойныңызда ауыр жүк кетті ма? Тас, тағы бір нәрселер. Кішкене босады. Енді осыны 10 күн жасаңыз жатар алдында. Иншалла 10 күннен кейін жақсы өзгеріс болады. И бір қызығы, осы сынақтан өтсеңіз, ана қарыздар өзінен өзі жабылады. Күтпеген жерден. Или кешіреді, или бір адам көмектеседі, немесе тағы басқа әйтеуір бір өзін жол болып кетеді, Құдай қаласа. Сол кезде мен кісі болды ма, сүйіншіңізді ұмытпаңыз салуды. Болды, обязательно. 1 миллион. Давайте. Салым сондай ақша түссе, бүгінгі табысым болды, жаңағыдай бекітілді, есептелді. Рахмет, тікелей эфирге қатысқандарыңыз деп өшіп тастаймын. Жақсы. Жақсы, солай болса, Алтынай ханым. Жақсы, рахмет сізге. Құрметті көрермендер, Алтынай ханымның түрі өзгерді уже. Өзіңіз байқадыңыз ба? Түріңіз кішкене нұрланды, көзіңізде от пайда болды. Ал басында бір ауыр жүгі бар, қолында найзасы бар, әйел сияқты болып көріндіңіз да. Ал қазір найзасын тастап, кішкене өз-өзіне қарап, мен бар екенмін, адам екенмін ғой деген бір сезім, энергетика шығып жатыр да сізде. Кім осыны байқады, жазыңыздар комментарийға. Алтынай ханым. Күшті, рахмет сізге. Рахмет, ас болсын. Жақсы. Қай қаладан боласыз? Шымкент. Кезекші деп па? Беймарал өзіміз отыра беретін адам екен ғой. Жақсы, Алтынай ханым. Шынымен нежная стала дейді, міне. Естіп жатсыз ба? Алтынай ханым түгілі менің жүзім өзгерді дейді. Сіз де жасағасыз ғой деймін қазір. Ура, сізді көрген қуаныштымын. Байқадым, позитив, мен байқадым. Ну вот, көрдіңіздер ма? Мен сіздерге қазір мысал ретінде көрсеттім. Ары қарай не деуші еді? Ары қарай уақыт шектеулі, сондықтан ары қарай жалғастырайық дәрісімізді, иә? Міне, Алтынай ханым қазір сабағын алды, қабылдады, мойындады, сөйтіп не істеді? Босатты. Шынымен де ол кісі қазір жеңілдік болды. Осыны тағы да 10 күн бойы істесе, бұл адам толығымен жаңағыдай сабақты қабылдайды да, артық қамқорлықпен жауапкершіліктен арылады да, артық қамқорлық жауапкершілік себеп болып тұр ғой. Сол себепті жойғаннан кейін автомат түрде сынақ кетеді. Өйткені сынақтың мақсаты ана іштегі себепті жою. Все, түсінді. Мына қолым түсінді екен дейді да, сынақты алып тастайды. То есть қарыз арқылы сынап отыр, қарыз алып тастайды. Білмеймін, әйтеуір Алланың қалауымен анау қарыз қалай пайда болды, солай жоқ болып кетеді. Көптеген практикада бар менде сондай адамдар. Окей, ары қарай жалғастырайық. Біз мына жерде мінекей енді өте маңызды нәрсе. Енді сынақтың артында сабақ бар. Сол сабақты анықтау үшін біз себепті анықтадық. Себеп арқылы сабақты анықтадық. Окей. Сөйтіп мойындадық оны, қабылдадық және босаттық. Сәйкесінше бұл адамда қазір трансформация жүрді. Трансформация механизмі осындай. Мыңдаған трансформациялау механизмдер бар, соның бірі осындай. Қарапайым, оңай. Тек бұны үйреніп алу керек.
Енді бұл кісі енді сүйіншісін күте берсін. Алтынай ханым, сүйіншіңізді күте беріңіз. Бірақ оны Аллаға тапсырасыз. Алла Тағала өзі ең керек жерде, керек уақытта, керек жағдайда береді. Енді сіздерге сұрақ. Айтпақшы, осы техника арқылы біздің курстан өтіп жатқан марафоншылардың айтқан көрсетейін сіздерге. Қандай өзгерістер болып жатыр осы техника арқылы. Ең бірінші, мінекей, сәлем баршаңызға. 79 топтың қатысушысы. Біздің сабағымыз өте құнды. Бұрында көп тренингтерге қатысқам, көп ізденіп оқығам. Менде де дәл осылай өзгерістер болмаған. Бұрынғы ізденісте кетанал салғандай, дейсің. Аздан соң қайта қалпыңа келесің. Ұстазсыз қиын екен. Менде бір қуаныш, тізем ауыратын. Сол жоғалып кетті. Ауырмай қалды. Сіз айтқандай жеңілденіп қалдым дейді. Бағдат деген біздің курс қатысушысы. Осы 79 топ осы жуырда басылған топ, бірінші дистанция, екінші апта кетіп жатыр оларда, или үшінші апта ма. Яғни біріншіден неге мән беру керек? Ұстаз маңызды рөл ойнайды. Бүгін мен сториске салдым. Ұстазы жоқтың ұстазы шайтан деген пайғамбардың хадисі бар салыстырылған. Ұстаз болсын міндетті түрде. Рухани ұстаз табыңыздар, тапсаңыздар етегіне жабысыңыздар. Білім алыңыз, беріп те алыңыз, тегінде алыңыз, ақылы да білім алыңыз. Өйткені, егер ондай ұстазыңыз болмаса, кім болатынын айттым. Бірінші плюс осы бұл кісіде, өйткені ұстаз бар. Мен бармын, кураторлар бар, көмекшілерім бар. Екінші, бұл кісі жаңағыдай трансформациялады өзінің ауруын. Тізе ауруын трансформациялады. Тізе деген сынақтан өтті. Құдай қаласа, иншалла, оның бір сүйіншісі болып қалады. Ары қарай кеттік. Тағы да көрсетейін сіздерге осындай бір жақсы жаңалықтардан. 79 топтан Пернегүл ханым. Қайырлы таң, қалайсыздар? Мен бүгінгі күнгі өз әсеріммен бөлісейін деп отырмын. Бүгін менде бір денемде жеңілдік сезіледі. Білмеймін, тамақты тартып жеп жүрген соң, және күнделікті зарядканың әсері ма? Бізде курста арнайы зарядкілер береміз. Тонуста жүру үшін, энергетикаңыз артып жүру үшін, көңіл күйіңіз жоғары болу үшін күшті жаттығулар бар. Салмағынан айырылған жеңілдік пе, кешегі берілген махаббат медитациясының әсері ме, әйтеуір бір жеңілдік бар. Қимылым да ширақ ұшып жүрген деймін дейді. Неге? Өйткені бұл кісіде неше жылдық артып жүрген жүктен арылды. Түсіндіңіз бе? Содан кейін ол сондай сезім болып жатыр. Сіз де оны жасай аласыз. Енді сіздерге бір күшті жаңалығымыз бар. Біздің курста 61-ші топ жеңімпазы ақтаулық Асылхан ханым 3 бөлмелі үй алды. Осы жуырда. Міне күшті жаңалығым бар. Өзімнің денсаулығымды тексерумен көптеген кедергілерден өтіп жатырмын. Және аяқ астынан президент Тоқаевтың арқасында пенсионныйдан үй алып, аяқ астынан қуанып жатырмыз дейді жандарым. Сол Алла берекесін арттасын. Өте қуаныштымын. Бізде осы курста түйсікке өзіңнің армандаған үйіңді программалау, моделін құрастырып бекіту деген арнайы сабақ бар. Сол арқылы кез келген өзіңіздің қалайтын үйіңізді бекітіп қойсаңыз болады. Ертеме кешпе сол жүзеге асады. Дәлел ретінде көрсетейін. Дәлел ретінде міне. Мен сізге алғыс айтқым келеді. Сіздің сабағыңызға қатысқалы менде Аллаға шүкір бәрі жақсы ретімен мақсаттарым орындалып жатыр. 3 жыл бұрын үй салып едік, сол бітпей тұратын. Сол үйіміз бітті. Керемет үлкен, жарық-жарқырап тұр. Келген елдің бары қызығып, керемет болыпты деп шашуын шашып, баталарын беріп жатыр. Менің айтайын дегенім осы сабаққа қатысқалы жақсы ой, дұрыс мақсат қоя білудің арқасында ақша маған ауа сияқты көп келуде. Керек кезінде алып жұмсап жатырмын. Аллаға шүкір.
Сізге екі дүниенің бақытын тілеймін, екі дүниенің байлығын тілеймін, екі дүниенің абыройын тілеймін. Әлемнің ұстазы болыңыз. Рахмет. Бүгінгі мен әр топқа күн сайын екі топқа мен барып, олардың сұрақтарына жауап беріп отырамын. Сол кезде бүгінгі қай топ екен есімнен шығып тұр, 77-те 1 немесе 76-та бір нәрсе топ болу керек, қателеспесем. Ұлдан ханым, қателеспесем. Сол кісі өзінің жылы лебізін осылай жазып білдірді. Тағы бір дәлел көрсетейін сіздерге. Тағы бір дәлел. Мен үйлі болып жатырмын, Аллаға шүкір, ұстаз сізге алғысым шексіз. Үй алу техникасын жасау арқылы өзімнің ойымдағы визуализация жасаған үйімнен де артық үйді алдым. Базардың жанында жаңадан салынып жатқан 5 қатарлы үйлер болатын. Содан 2 комнаталы аламын дейтінмін. Бірақ Алла тағала одан да жақсысын нәсіп етті. Жаңа дизайн, жаңа үлгіде салынып жатырған 16 қабатты үйдің 3-ші этажынан 2 комнаталы 62 квадрат үйді нәсіп етті. Нукус қаласында дейді. Бұл кісі біздің кураторымыз Нигара ханым. Алдында коттедж алды. Ол ютубта сал, бұл кісімен не жасағанбыз, сұхбат жасағанбыз. Бүгін осындай жаңалықты айтып жатыр. Құтты болсын. Құтты болсын, берекелі болсын. Яғни көрдіңіз, бұл өзінің түйсігіне қалайтын үйін бекіткен, сәйкесінше міне соған жетіп отыр. Өте қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Енді қараңыздар, сіздерге сүйіншілерді айтайын. Бізде қазір, мына жерде 70, 70 қателеспесем. 71 екен. 71 баспана, осы міне 2 жылдың көлемінде, 2,5 жылға кетіп бара жатыр. 2 жылдың көлемінде 71 баспана алды марафоншыларда. 86 көлік алынды. Бұл анау бір компания немесе сетевой емес, бұл марафоншылар өздері түйсіктерінен программаны орнатады да солай алып жатыр. Және 43 марафоншы Алланың қалауымен нәрестелі болды. Оның ішінде 5 жыл бала көтермеген, 10 жыл, 11 жыл, 20-21 жыл бала көтермеген кісілер бала көтеріп, нәрестелі болып жатыр. Бұл ең біріншіден Алланың қалауы, екіншіден сол Алланың нығметі, ішкі түйсікті дұрыс ашу арқылы, дұрыс ниетті құрастырып бекітудің нәтижесі бұл. Енді сұрақ сіздерге. Араларыңызда әлі осы курсқа қатыспаған кісілер бар. Солай ғой. Плюс қойып қойыңыздар. Кім қатысты, плюс қойыңыз. 2 плюс қойыңыз. Кім қатыспады, минус қойыңыз. Менің курсыма да, 20 күндік марафон курсына кім қатыспады. Минус, кім қатысты, плюс қойыңыздар. Бұл дүниелерді мен 12 жыл бойы жинадым. Бұл техникаларды, медитацияларды 12 жыл бойы жинап, өзім басынан өткізіп, практикада қолданып, тек қана пайдасы барын ғана беріп жатырмын қазір курста. Мысалы, қазір мен бір техниканың арқасында Алтынай ханымның блогын анықтап бердім. Сіз де өзіңіз сол техника арқылы өзіңізге де көмектесе аласыз, және қасыңыздағы адамға да көмектесе аласыз. Бұл техниканы меңгерсеңіз. Бірақ мен сияқты дәл қазір жасай алмайсыз бәрібір. Неге? Өйткені сізде тәжірибе жоқ. Ал курс барысында тәжірибе жасайсыз. Кәдімгі практикалық тапсырма беремін. Практикалық сабақ болады. Сіз сол практикалық сабақтан өту арқылы тәжірибе жинайсыз. Өзіңізді де өзгертесіз, өзіңізге де пайдаңыз тиеді, және қасыңыздағы кім бар? Әйеліңіз, күйеуіңіз, балаңыз, жолдасыңыз, досыңыз, көрші қонысыңыз. Соларға сіз көмектесе аласыз. Осы техника арқылы. Мысалы, қарызға батып кеткен қаншама таныстарыңыз бар, бергел дейсіз, бергел. Уақытың бар ма? Бар. Қарыздан құтылғың келеді ма? Құтылғым келеді. Дайынсың ба өзгеруге? Дайынмын. Ондаша кел, давай, отыр. Қазір мен саған бір техниканы үйретемін. Құлағым менде болсын деп, тур мен сияқты оның ішкі жан дүниесін ақтарып, анықтап, міне осыдан құтылсаң, қарыздан құтыласың.
Солай сіз жаңа туысыңыздың қарыздан құтылуына көмектесе аласыз. Қаншама ата-аналар бар, баласы мысалы құмар ойына кіріп кеткен, иә, немесе ішіп кеткен. Тур осылай оның ішкі жан дүниесіне үңілу арқылы өз-өзіне жол көрсете аласыз. Осы техника арқылы. Көптеген техникалар бар. Сондықтан да бұл курстың атын мен өз-өзіңе психолог бол деп атап қойдым. Өз-өзіңе психолог бол. Қарасаңызшы, сіз сырттан іздемейсіз, кітаптерден іздемейсіз, шетелден іздемейсіз, өзіңізден табасыз. Бүкіл жауап ол өзіңізде. Құдай бізге сондай қабілет, талант беріп қойған. Бірақ соны аша алмай жатырмыз да. Соны біз ашамыз. Ашуға көмектесеміз. Ішкі ұйықтап жатқан потенциалыңызды ашасыз да, өз-өзіңізге жаймен психолог болуды үйренесіз. Өзіңізге үйренгеннен кейін жаймен қасыңыздағы адамдарға да көмектесуіңізге болады. Бірақ бастапқы ниет бірінші өзіңізге көмектесу керек. Өзіңізге көмектеспей жатып, Алтынай ханым секілді, қазір мен анаған 1 миллион берем, мынаған 2 миллион берем деген ол дұрыс емес. Кез келген курсты, сабақты, тіпті мынау кітапты оқитын болсаңыз, ең алдымен өзіңіз үшін оқыңыз. Сондықтан дәл қазір мен сіздерге күшті ұсыныс жасағым келіп отыр. Бас тарталмайтын ұсыныс жасағым келіп отыр. Қабылдауға дайынсыздар ма? Яғни күшті керемет бонус жасағым келіп отыр. 55% жеңілдік бергім келіп отыр осы курсыма. Иә қалаймын десеңіз, онда жазыңыз иә қалаймын деп. Біраз адамдар минус деп жатыр мына жерде. Біраз адамдар плюс қойыпты. Аха. Охо. Аха. Бәрекелді. Бар екен негізі. Әлі көрмеген адамдар бар екен. Ендеше Валя курстың құны 4 айға 165 мың теңге. 4 айға 165 мың теңге. Бірақ мен бүгінгі мастер-класс қатысушыларына 24 сағатқа міне қазір уақытқа қараңыз, нешеде көріп отырсыз видеоны. 24 сағатқа дейін сізде таймер қосылды. Сол уақыт аралығында 74 мың теңгемен қатыса аласыз. 4 айға 74 мың теңге. Қазір менде калькулятор бар ма? Калькулятор жоқ болып тұр. 4 айға 74 мың. Ол дегеніміз білесіз ба? Күніне 600 теңге ма сондай? Күніне 600 теңге өзіңізге төлейсіз. Бар жоқ сол ғана, егер қателеспесем. Немесе бөліп төлеуіңізге болады. Бір айға 45 мың теңгенің орнына 22 мың теңгемен, пожалуйста, қатыса беріңіз. 22 мың теңге бір айға, яғни 30 күнге ол. 30 күнге 22 мың. Бұл жерде аптасына бір рет емес, күнде сабақ беріледі сізге. Күнде сіздің электрондық поштаңызға сабақ келеді. Аудио, видео сабақтар, медитациялар, лайфхактар, техникалар беріледі. Ол сіздің электрондық поштаңызда сақталып тұрады. Өшірмесеңіз болды өзіңіз. Мәңгілікке сақтап қойсаңыз да болады. Курсты бітіргеннен кейін де қайттан өзіңіз қарай бересіз. Проблема жоқ одан. Сізге бердік мұны. Яғни бізде андай не емес та, мысалы курсты бітірдің, бітті, все, доступ жоқ дегендей нәрсе жоқ. Ақшаны төледіңіз, пожалуйста. Сіз бұны материалға төледіңіз. Бұл мына ақша 12 жылдық материалға төледіңіз. Менің 12 жыл болып жинаған материал. Енді бұған плюс не кіреді? Бірақ ақша төлемейсіз оған. Кураторлардың қызметі. Яғни сіздердің есептеріңізді бағалайды, бақылайды. Қалай өзгеріс болып жатыр, не болып жатыр. Түсініңіз бе? Сізге бағыт бағдар беріп отырады, қолдап отырады, айтып отырады, бағыттап отырады. Көрдіңіз бе? Әр топта 2 куратор болады. Мен боламын, топта мен де боламын. Әр топта мен өзім боламын. Сіздердің есептеріңізді оқимын. Аптасында бір рет сұрақтарыңызға жауап беремін. Көрдіңіз бе?
айына 1 рет немесе 2 рет жабық эфир болады. Сонымен бірге әрбір 3 күннен кейін сіздерге бонус беріп отырамын. Ол да тегін. Бонус, ол менің менторлық сабақтарым бонус ретінде беріледі. Плюс үй алу техникасын, көлік алу техникасын, саяхаттау техникасын, жаңағы серпін тренингтегі техникаларды беріп отырамын. Көрдіңіз ба? Яғни плюс көптеген техникалар беріледі сіздерге тағы. Және қосымша сіздерге үздік оқығандарға мен сертификат беремін, және бонус сабақтарды беремін. Бонус, яғни серпін тренингіне немесе кесілген бір тренингке онлайн тегін қатысуға мүмкіндік беремін. Мінекей. Сонымен бірге сіз курсты бітіргеннен кейін біздің ортақ топта боласыз. Ол топтағы адамдар да кейінгі жабық менің вебинарларыма немесе сабақтарыма қатыса береді. Міне осындай мүмкіндіктер бар. Бірақ 24 сағаттың ішінде дәл қазірден бастап мына Каспий час қойдым. Осы Каспийге 4 айға бірден төлесеңіз 74 мың теңге, 1 айға бірден төлесеңіз жеңілдікпен 22 мың теңге. Міне осындай мүмкіндік бар. Қабыл алдым дейді Самғау тобы. Жандарым, сол 48 топ. Знаменитый 48 топ қой. Есімде әлі. Әр топ менің жүрегіме жақын ғой. Әр топтың қатысушылары есімде. Рахмет Айнұр ханым. Айнұр ханым бізде курстың қатысушысы, және де куратор қазір. Ол кісінің айлық табысы 150 мың болған, қазір қателеспесем 400-500 мың аралығында. Сіз бір ай оқыдыңыз ба, ары қарай екінші айға қатыса берсеңіз болады. Бірақ қазіргі бағамен. Курс, ұмытып кетіппін ғой, 5 сәуірде басталады. Кеше 1 сәуірі 83 топ басталды. Ол толып қалды да, біз тағы да резервтік топ аштық, 80-де бір тобын аштық. Оны 5 сәуірге қойдық. Уже адамдар тіркеліп жатыр. Шектеулі орындар қалды ода да. Сондықтан 5 сәуір бастаймыз 80-де бір тоба. 4 сәуірге дейін тіркеліп біту керек. Егер толмай тұрып бронь жасауға болады айтпақшы. 10 мың теңге қазір салып қойыңыз Каспийге. Чекті Камчат ханымға жіберіп қоясыз. Түсіндіңіз ба? Чекті Камчат ханымға жібересіз, толғатшыңыз жібересіз, электрондық поштаңыз жібересіз. Болды, сіздің орныңыз броньдалды. 10 мың теңгені дәл қазір төлеп броньдап қойыңыз. Одан кейін 5-не дейін 12 мың теңгені саласыз, немесе қалған 64 мың теңгені саласыз. Айырмашылық жоқ. Енді 74 мыңға тіркелсеңіз, әрине ол сіз тағы қанша 14 мың теңге скидка болады тағы сізге. Ал ай сайын бөліп төлесеңіз, пожалуйста, міне 22 мың теңге. Қатысыңыздар деп жатыр міне. Мен қазір комментарийді өшірейін. Мынаны бір скриншот жасап алыңыздар. Ютубтан қарап отқан кісілер, Инстаграмнан қарап отқан кісілер, скриншот жасап алыңыз. Скриншот жасап алыңыз, шатаспау үшін. Міндетті түрде сосын сториске салсаңыздар да болады, кейін алдыңғы нелер бойынша, видеолар бойынша. Енді мен комментарийді қосайын. Қандай сұрақтарыңыз бар? Бар ма қазір осы курсқа байланысты, бүгінгі сабаққа байланысты сұрақтарыңыз болса, мен жауап берейін 5 минуттың көлемінде. Қатысыңыздар, өте керемет сабақтар деп жатыр, міне Бақыт ханым. Рахмет, Алла разы болсын. Білімге ақша аямаңыздар, керемет сабақ дейді. Мені мақтап жатыр Құдірет қызы. Рахмет.
Бұл сабақтың құндылығы өте жоғары, еш өкінбейсіз, қатысыңыз деп жатыр Шолпан ханым, біздің осы Алматы қаласында мектептің мұғалімі, бастауыш бойынша. Әр топта 40 адам болады. Әр топта 40 адам болады. Рахмет. Бір айға 22 мың теңге төлесеңіз болды. Зона кафурдан қалай шығуға болады? Бүгінгі сабаққа сәйкес болса сұрағыңыз. Курс ақысына жеңілдік. 45 мың теңгенің орнына 22 мың теңге бір айға. 4 айға 165 мың теңгенің орнына 74 мың теңге. Карантин уақытысында басқа қалаға бармаймыз. Айтпақшы, бұл курс онлайн болады. Алматыға келудің қажет жоқ. Бұл онлайн курс. Шетелден де қатысуыңызға болады. Осы соңғы топқа Қырғызстаннан тіркелді. Өзбекстаннан тіркелді. Қазақстанның почти барлық қалаларынан тіркелді. Тағы қай жақтан тіркелді екен? Сәния ханым міне уже бронь жасады, 10 мың теңге салды. Қош келдіңіз, Сәния ханым. Шымкентке келесіз бе дейді. Карантин бітсін, Құдай қаласа барамыз. Басқа қалаларға негізі барамыз, жоспар бар. Басқа қалаларға тренингтер ұйымдастыруға жоспар бар. Тек иншалла карантин бітсін. Жеке қабылдауды мен анда-санда істеп қоям. Анда-санда. Бірақ қазір мен жеке қабылдау қатты кіріспе сатқан жоқпын. Мен Қарақалпақстанмын дейді. Сумадан төлейміз ба дейді. Сіз енді сумды теңгеге айналдырасыз, немесе долларға айналдырасыз. Солай перевод арқылы аударасыз. Золотой корона арқылы аударасыз. Әмин, рахмет. Рахмет. Точно, оңтүстік Кореядан тіркелді. Бірден 4 айға төледі ол кісі. Әрине, курс барысында мен сіздерге түйсікпен байланысқа шығуды үйретемін. Райгүл ханым қазір ғана бронь жасады. Қош келдіңіз. Райгүл ханым, көріп тұрсаңыз, плюс қойып қойыңыз мына жерге. 10 мың салсам, ай соңында 12 мың салсам бола ма? Жоқ. Қалған соманы сіз курс басылғанша салуыңыз керек. Яғни 5 сәуірге дейін. 5 сәуір соңғы күн, сол күні сіз 12 мыңды салу керексіз. Мен ойымша, Аллаға тәуекел етсеңіз, табылады ол сомада. Мысалы, аяқ астынан баламыз келін сүреміз, үйленемін деп қалса, жоқ ақша өзін-өзі пайда болып қалады ғой. Неге? Өйткені Аллаға тәуекел етесіз ол кезде. Сол кезде ақша келе бастайды. Міне Райгүл ханым плюс қойып жатыр. Қашан басталады? 5 сәуір. 5 сәуір. Старт. 5.04.2021. 80-де бір топ. Міне, старт 5 сәуір, 80-де бір топ. Аяқ астынан тауып алды қой, ниетімді реттегенде. Ну вот. Ұстаз қымбат сыйлық берді бүгін маған дейді. Рахмет. Ас болсын, берекелі болсын, құтты болсын, иншалла. Супер, супер.
Бүгінгі эфир үшін ризасыздар ма? Риза болсаңыздар, ризамыз деп комментарийға жазып кетіңіздер. Лайк басыңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыз, аккаунтыма тіркеліп қойыңыз. Және де достарыңызға бүгінгі сабағымызды таратып қойсаңыз, алғысым көп болады сізге. Айға бөліп төлесеңіз болады. Аха. Ризамын. Я ризамын. Супер. Керемет. Жақсы. Міндетті түрде тағы да бір рет қайталап көріңіздер. Алла берекесін арттырсын. Келесі сабақтарда кездескенше, алдымызда 5 сәуірдегі 81 тобында кездескенше, сау болыңыздар, бай болыңыздар, қуанышты, бақытты тұлға болыңыздар. Екі дүниенің жақсылығын тілеуші рухани ұстаздарыңыз Алмас Ақын. Күндеріңіз, түндеріңіз қайырлы, берекелі болсын.